жалғастырамыз. Бүгін бізде ерекше күн. Неге десеңіздер, сәлден кейін ерекше үміткер келеді. Бір қатысушыны таңдап, сіздер күтпеген жан, бірақ бәлкім көрермен күткен жан. Ал біз әзірге жалғастырайық. Ортада Аружан және де Аружанның үміткері Олжас мырза. Жарнамаға дейін керемет таныстық жайлы әңгімелескен едік, барлығы тамаша, бірақ Олжас мырза өте тұйық екен, момын екен, көп сөйлемейді деп Аружан ренжіп отыр. Қатысушылардың сұрағы Ақтөреде қалған сөз. Рахмет, Жанахам. Олжас, сен саған айта кетейін, кеше көрдің қызды, ана бір кольцо әңгіме болды. Қызды қарасаң, подарканы жақсы көреді, сыйлықты жақсы көреді. Күлшелі бала, сүйкімді бала, күлшесіз бала, сүйкімсіз бала дейді. Бір гүл әкелесің, болатын еді негіз бауырым. Ол Ақтөрен айтып отқаны дұрыс. Мен асығыс болдым да жұмыстан сразу ошаққа келіп гүлсіз. Жоқ, сонда кеше кездесуден кеттің ғой. Сонда қыз жайлы ойламадың ба вообще? Или саған жұмыс маңызды ма, или осында отношение маңызды ма? Сен өйткені кеше ошаққа келген кезде мен дайынмын 100%. Қыз дайын болса, біз дайынбыз дегенсің. Дұрыс, өте орынды сұрақ. Жұмыспен қарбаласып, айтып отырмын ғой. Келесі рет ойда болады. Асхат мырза. Білмеймін, кішкене грубовато болған сияқты Ақтөрен. Маған да солай көрінді. Жағынан, сізде келіссеңіз қызық болды, өзіңіздің позицияңызды айтсаңыз болады. Білмеймін, неге Ақтөре аузын ашса бәрі, ой, сізге, сізге деп қояды. Негізі позицияларың бар болса айтыңдар. Ақтөренкі дұрыс, негізі қызды көрді ғой кеше, Мен ол туралы вообще ойламаппын негізі. Почему-то, да? Қызға көңіл бөлу үшін дұрыс айтып отыр, гүл беру керек, да, ол. Жоқ, менде де сондай тактика, всегда. Просто әр адам әрқалай оқыт жасайды ғой. Сен айттың ғой, может мен 5 рет кездескеннен кейін ғана ашылып, жүрегін жалайды шығарым. Может сен керемет подаркаларын кейінге тұрған шығар. Ойыңда, план бойынша. Олай емес па? Ол енді гүл, ол ничего ондай керемет подарок емес қой. Аружанға онда сұрақ қойыңызшы. Аружанға сұрақ қойсам бола ма? Әрине. Былай ма, или былай ма дедің да жаңа. Қандай күдігің бар сол кезде? Маған керек, мен үшін емес, жоба үшін келді деп ойлайсың ба? Ашып айтқан жоқсың да? Просто анандай жағдай болып тұрды. Бұл кісі маған жазбайды мүлде. Кеше хотя менен сұрады, телефон өзінде бола ма деді. Мен дедім, сағат 2-ге дейін болады. Жаңағыдай мен де ұстаймын, звондап хабарлассам болады деген сияқтышы. Жана ханым айтайыншы. Сонда бүгін таңертеңнен бері түске дейін жазбады ма СМС, қайырлы таң, сүйкімді жан. Менде сондай бір күшті бір демсе күттім де, енді маған келіп тұрғаннан кейін бір хотя бы былай шын өмірде ашылама дедім де, мұнда отқан кезде ол да болмады. Телефонмен ашылама дедім, ол да болмады. Әділет, Зухра ханым. Жана ханым айтайыншы. Просто мына жерде Олжас тағы да қош келіңіз. Просто мынандай ситуация болып тұрды. Как будто сіз үміткер болып келсеңіз де Аружанға, бірақ Аружан сізге қарай больше тартылып тұрды. Сіз Аружанды емес, Аружан сізді ашу керек сияқты болып тұр мына жерде. Кішкене, мен түсінем, кейбір ер азаматтарды кішкене не болады? Момындау болады, кішкене жуастау болады. Бірақ сіз енді қызға деп келіп тұрғаннан кейін кішкене не ширағырақ болсаңыз деймін да, кішкене ашуға, қызды наоборот өзіңізге, көңіліңізге аулауға тырысуыңыз қажет деп ойлаймын. Өйткені сіз ер азаматсыз ғой. Соны айта кетейін қазір. Наоборот, мен ойлап отырмын, Аружан почему-то біз кеше кездестік қой, әңгіме айттық, содан кейін білмеймін, бұрынғы жігітім көреді дей ма, может сол үшін инстаграмға отметь етіп салдым да мен, Аружан екеуміз шай ішіп отырмыз деп. И содан кейін почему-то ол неге өзіне салмады деймін да, ол өзіме салам деді. Білмеймін, бір жастырған бір нәрсесі бар ма деп ойлаймын. Жоқ, мен түсіндіре кетейінші, бұндай жерде негізі ол үшін сіз ренжудің жөні жоқ, өйткені ол қазір уверенно болмай жатып сізді қалай өз парақшасына салады мысалы? Кішкене уверенно болу керек сияқты, өйткені жүріп жүрсе, жұбыңыз болса, ондай ешнәрсе болған жоқ қой. Демек сізді өз парақшасына стористі жүктемегені күмәнға итермелі. Менің ойым неге жүктемеді? Себебі, может, бұрынғы жігіті көріп, маған, может, бір нәрсе жазады деп ойлады ма? Енді бұрынғы жігіті қазір бүкіл Қазақстаннан естіп отыр ғой, Аружан. Айта кетейінші, Жанахан рұқсат. Олжас бауырым, қош келдің біріншіден. Екіншіден сен айтып отырсың ғой, бұрынғы жігіті көріп қалама деген сияқты. Сен бауырым бірінші өзің ашып, қызды өзіңе тарта алмай отырсың да сен бірінші. Бірінші сен өзіңе қарап кішкене өзің қызды тарт.
қыз сен қызға емес, қыз саған қарай жақындап жатыр негізінде. Бір жағынан мысалы Аружанның да бүгін кішкене көңіл күйе түсіп, азаннан бері сөйтіп жүр да. Сен кеше де айтып жатсың, кішкене бишімін, енді сондай нәрсемен айналысам деген сияқты. Аружанның көңіл үшін бір осы жерде бір би билеп, бір көңілін көтеріп бере аласың ба? Әділет бірдеңе айта салайыншы. Ол жас, сіз айтып жатсыз ғой, мен сторис салдым. Сен мені жігітім бірдемсе дейма деп салмадың деп. Мен сізді лично өзіңізді түсіріп, өзімнің сторисыма салдым. Егер де маған бірдемсе біреу дейтін болса, сол жерге жазатын еді. И тем более сіз мен қасымда қазір осы жерде бүкіл халықтың алдында отырсыз. Мен кімнен және не үшін қорқамын? Жоқ, былай болды. Айлита. Олжас, сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Мен қазір сіз түсінбей жатырмын, негізіші қызды бір рет көресіз да, қызға осындай талаптар айтып жатырсыз да, неге мені салмадың деп. Не үшін ол сізді салу керек? Сізге сонда Инстаграм прям маңызды ма соны салғаны? Әлде сіз өзіңізді танытқыңыз келе ма? Кешіріңіз. Жоқ, бұл жерде білмеймін, ондай мен өзімді таныту үшін Аружанның ондай подписчиктері де көп емес да. Просто ол бұл әңгіме барысында сондай әңгіме болды. Мен давай сен қазір екеуміз салайық. Ол почему-то мен салам деді да, бірақ именно менің жаңағы парақшамда неге салмады деген. Менде сондай ой болды, мен оған ешқашан кінәлап жатқан жоқпын, неге салмады деп. Просто может бұрынғы жігітті көріп маған жазады деп ойлады ма, либо Айта салайыншы, негізі Аружан біз бәріміз білеміз, өте көңілді, өте ашық сөйлеген кезде кәдімгідей нақты ойын айтып жеткізетін қыз. И мен ойлаймын, ол кеше барынша сізді ашуға тырысты деп ойлаймын да. Бірақ сіз жақтан мен ешқандай тартылыс көріп тұрған жоқпын, шынымды айтайын. Сіз ренжімеңіз, бірақ сіз бәрібір сияқты отырсыз да, бір суреттерді айтып. Жаннұр. Диана ханым, мен ойлаймын, негізі Аружанға бұл жігіт ұнамаған сияқты. Себебі мына 3-4 күн араласып жүрміз ғой. Аружанға маған бір ашылған, сондай бір активный жігіттер ұнайтын сияқты. Мысалы, бауырым, кеп отырсың ғой, үміттеніп, ұнайды деп отырсың. Ашылсай кішкене, би билейді екесін, бір өлең қойып, ортаға шығып, бір билеп, болашақта ашыламыз. Жүрегін ауласаш, ертең, или қазір болмаса танысып тоқтайым десе болды ғой. Қайтадан осында Аружан сияқты қыз кездестіре алмайсың. Иә, оқырманы аз болса да, иә? Иә, оқырманы. Диана ханым, былай болып тұр ғой, негізі Олжас сенің жаңа жігіт туралы әңгіме айтқан дұрыс емес болды. Кеше осындай Сақина туралы әңгіме болған кезде сен айтқансың, маған важно емес, ол өзі біледі тақсада деп. Көрдің ба, сен сол кезде кеше жігіттің әңгімесі болған, сен айтып отырсың соны. Кеше сен басқа позициямен келдің да, уже бүгін сен позицияң басқа, уже жігіті бар ғой деймін, жігітін ойлайды ғой деймін. Сен уже жігітті кеше қозғамап едің ғой негізі. Енді мен оған айтып отқан жоқпын. Просто неге салмады, менде күмән болды да сондай. Может, әлі сезім бар ма, либо жігітті көріп маған бір нәрсе жазбасын деп. Онда сол күмәніңді кеше неге айтпадың, ана кольцо тұрған кезде? Сен айттың ғой маған. Кольцода тұрған ештеңе жоқ қой бұл. Стористе тұрғанда ештеңе жоқ қой. Жоқ, Олжас, жаңа қазір ғана айтып отыр ғой Аружан. Сізді историяға салдым деп тұр. Сіз соны отмечать етпегенді айтып тұрсыз ба сонда? Жоқ, я салды өзіне, бірақ мен түсірген видеоны салмады. Какая разница, сізбен бірге салды ғой. Салды ғой главное. Нет, сіздер вообще түсінбей отырсыздар мені. Ол салды да, маған басында менің страницамда түсірген кезде, енді мені көреді ғой. Ол менікінен салса өзіне. Понимаете? Саған сонда елдің көргені қажет па сонда? Жоқ, неге салмады? Себебі мен ойладым, бұрынғы жігіті менің страницама кіріп бір нәрсе жазады деп. Жоқ, бұрынғы... Мен де оны Аружанды ештеңе деп кінәлап атқан жоқпын. Просто сондай не туды, күмән туды деймін да ойымда. Дұрыс, бұлай түсіндік сені. Негізі қазір сенің Инстаграм белгілесе, оның бұрынғы жігіті көріп, саған жазып, бір нәрселерді айтып қояма деген сияқты. Иә, сондай ғой еді. Звондап айтса да болады мұнда. Бірақ оның айтатын ештеңесі жоқты шығар. Мен сөйтіп ойлаймын да. Просто сізге мен кеше бұл тақырыпты бұл жерде Сақина туралы жаптықты. Бірақ сонда да мен кездескен кезде жаңада күмән болмасын деген сияқты оймен мен толық бәрін түсіндіріп, от А до Я түсіндіріп айттым да. Сөйтіп, болма, түсіндім деді Олжас мырзашы, түсіндім, мен оған ештеңе нетпеймін, хорошо деп алып, мұнда келіп былай айтып тұрғанын мен шок болып отырмын. Сіз оны өзіңіздің сторисіңізге салдыңыз, бірақ мен сізді де өзіме салдым ғой. Ол жазады деп, енді білмеймін, логикаға симай тұрды, мен вообще миым симай тұр ол. Білмеймін, енді Инстаграм желісіндегі стористі талқылау алғашқы кездесуден кейін өте ұсақ әңгіме сияқты негізінде.
Өйткені бірақ қана кездесу болды. Жоқ, мына жақтан талқылау шығып кетті, мен просто сондай күмән туды деп айттым, и бәрі алып кетті. Бастысы сізді егер көрсеткісі келмесе, онда ортақ суреттеріңізді салмайтын еді. Егер салса, онда барлығы дұрыс деп ойлаймын. Иә, Әйгерім? Мен ойымша, негізі Аружанның қандай қыз екенін білеміз ғой, ашық, өзі қазірде көрсек, тартылып отыр да жігітке. Кеше мысалы жігітте, мысалы маған бәрібір Аружан қандай болса да қараймын деп отыр да, мінезін, еркелігін де көтерем деп. Бірақ та бүгін, мысалы бәрібір болып келген, өзі красиво кетудің амалын істеп отырған сияқты меніңше, болмайтын ұсақ әңгімелер айтып. Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін Әйгерімнің сөзі рас па, таныстық жалғаса ма, жалғаспай ма, бірге білеміз. Зухра ханым, негізі өзіңізбен мені теңестірмей ақ қойыңыз, өзіңіз сол әр жігітке Сені мен өзіммен теңемеймін да, сен бірақ мен ондай емеспін. Масқара.